Баршаңызға сәлем, сіздермен Нұрзина, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте оңай әрі жылдам жасалатын шакшука таңғасын дайындайтын боламыз. Алда көптеген рецепттер болады, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Шакшуканы дайындау үшін бізге пияз, болгар бұрышы, қызанақ, сарымсақ және 4-5 жұмыртқа қажет болады. Алдымен табамызға май құйып, пиязымызды осылай майдалап турап салып, шамамен 2-3 минуттай қуырып аламыз. Үстінен ұсақтап туралған болгар бұрышымызды салып, тағда 2-3 минуттай қуырып шығамыз. Ал енді майдалап туралған қызанағымызды салып, оны да шамамен 3-4 минуттай қуырамыз. Енді ұсақтап турап алған сарымсағымызды салып, аздап қуырамыз. Жарты шай қасықтай тұз саламыз және дәміне қарай қара бұрыш себелейміз. Өздеріңіз ұнататын кез келген дәмдеуіштерді сала берсеңіздер болады. Барлығын жақсылап бір араластырып алғаннан кейін жұмыртқаларымызды салып шығамыз. Жұмыртқамыздың бетіне дәміне қарай аздап тұз себелеп шығамыз және оттың астын баяу етіп қойып, қақпағын жауып, шамамен 5 минуттай пісіреміз. Біздің таңғы асымыз осымен дайын. Үстіне қалаған аскөгімізді сеуіп, дастарханға ұсына берсек болады. Жұмыртқамыз көкөністермен бірге қуырылғаннан кейін өте керемет, дәмді болып шығады. Сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Менің видео рецептерім ұнаған болса, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алда тағы да көптеген рецепттер болады. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен болған Нұрзина.